Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін дәмді қатпарлы қытырлақ самса жасаймыз, яғни слоеный самса. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып пікір қалдыра отырыңыздар. Ең алдымен самса дайындау үшін 1 кг ұн, 300 мг жылы сүт, 300 мг жылы су және 1 чай қасық тұз қосып, барлығын жақсылап араластырып, жүп-жұмсақ қып қамыр илеп аламыз. Қамырды иі қанғанша жақсылап басып аламыз. Жақсылап басылып алған қамырды целлофанға салып 20-25 минутқа тындырып қоямыз. Жақсы тынған қамырмен жұмыс істеу оңай болады. Дайын болған қамырларымызды видеода көрсетілгендей 6 бөлікке бөліп, қамырларымызды шетінен бір-бірден жұқалап жайып аламыз. Жұқалап жайып болған қамырды майлылығы 70-80% болатын маргарин немесе сары маймен жағамыз. Майлылығы аз болатын майлардың ертілгенде суы көп шығады. Ол қамырдың бетіне жағылғанда су аралас болып, қамыры дұрыс шықпауы мүмкін. Толық май жағылған қамырды тығыздап өзімізге тартып отырып ораймыз. Осылай 3 қамырды бір-біріне орап, бір қатпарлы қамыр жасаймыз. Бізде 6 күлшеден 2 қатпарлы қамыр жасап аламыз. Дайын болған қамырды тоңазытқышқа салмасы дайын болғанша салып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына 1 кг фарш, 5 немесе 4 бас пиязды өз қалауларыңызша қолмен ұсақтап турап алып қосамыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосып аламыз. Фаршқа құйрық май қосып жіберулеріңізге болады. Мен сұйық май қостым. Бәрін жақсылап араластырып аламыз. Қалауыңызша асқабақ қоссаңыз дәмді шығады. Дайын болған қамырымызды тоңазытқыштан шығарып, видеода көрсетілгендей қалыңдығы 2 см етіп кесіп, жұқалап жайып аламыз. Видеода көрсетілгендей самсаның бетіне жұмыртқа жағып, әдемілігі үшін кунжут себеміз. Протеинімізге сұйық май жағып, самсаларымызды 180 немесе 200 градуста 30-40 минутта пісіріп аламыз. Біз қазір осыны бір қатпарлы қамырдан жасап отырмыз. Ал екінші қатпарлы қамырды тоңазытқышқа салып, келесі самса жасауға қолдансаңыз болады. Самсамыз оңай дайындалады, әсіресе қытырлап өте дәмді шығады. Ас болсын, дайындап көріңіздер.